Сәлем, құрметті көрермендер. Масем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Масем. Мен Батыс Қазақстанда тұрамын. Көптеген түсірілімдер сіздерге түсіріп жіберіп жатырмын. Комментарийларыңызға, даттап жатқаныңызға, жақтап жатқаныңызға барлықтарыңызға рахмет. Бұл сіздерге түсіріп жатқандағы басты мақсатым сіздермен мысалы кейбіреулер мысалы жаңадан егіп жатса, кейбіреулер түсінбей жатқандар болады. Соларға мен өзімнің бақшамда не өсіріп жатқаным және қалай өсіріп жатқаным туралы бөлісу мақсатында бұл каналды аштым. Бүгінгі сіздерге тақырыбым орамжапырақ туралы болмақ. Яғни орамжапырақ дегеніміз кәдімгі капуста. Капустаны мен көп өзім екені жақтыртпаймын. Себебі оны үнемі күтім керек, көп күтім қажет. Қызанақтардан гөрі. Яғни бір қарамасаң оны сразу барлығы жеп қояды, ішінде пішіні шығарып үлгермейді. Сол себепті оған арнайы бірдеме жабып, үстіне бір мешок сияқты бірдеме жабып өсірмесе, жаңа орамжапырақ немесе химикатпен оламаса өсіру менің ойымша көп уақыт алатын нәрсе. Бірақ биыл кәдімгі орамжапырақ, домалақ дөңгелек болып шығаратын орамжапырақты еккен жоқпын. Оның орнына ерекше орамжапырақтардың бірі түрлі түсті орамжапырақты өсіріп жатырмын. Түрлі түсті орамжапырақ ол кәдімгі цветная капуста деп аталады. Орысша түрі, бірақ қазақша түрі түрлі түсті орамжапырақ. Бұл сіздің алдарыңызда көріп тұрғаным міне сол түрлі түсті орамжапырақтың біреуі. Менде 3-4 түрі бар. Міне соның бірі міне фиолетовый. Жапырағынан көрінбейтін шығар, бірақ мына жерде уже фиолетовый дөңгелек жайлап шығады. Яғни бұл жапырағы үлкейіп шығады. Шыққаннан кейін мына жерінен ортасынан бастап, ортасынан фиолетовый жаңа мыйға ұқсайды, мый тәріздес жаңағы орамжапырағымыз шығады. Ол өте диета отырған адамдарға, мысалы диабетпен ауыратын, үнемі диетаны қажет ететін адамдарға өте таптырмас жаңағы көкөністің бір түрі. Және де былай күнделікті мысалы қатырып, мысалы суптарға қосып, салаттарға қосып сөйтсе, оның өзі де өте пайдалы. Бұны мен сол көшет арқылы отырғыздым. Апрель, сәуір айларында. Басында бұл деген өзі салқыныз. Негізі орамжапырақтардың барлығы ыстықтан гөрі салқынды жақсы көреді. Яғни салқында өте тез шығады. Апрельде уже бізде жайлап ыстықтай бастағасын, жылыжайда еккен кезде барынша созылып, шіңішке болып сөйтіп шыққан. Содан кейін жайлап күн салқындайына қайта өзін жақсы күйге ұстады. Негізі бұны көшет арқылы отырғызбай, сразу далаға еккенде ексеңіздер шыға береді. Көшет арқылы отырғызғаннан кейін барып жайлап кішкене бетін жауып, ящикпен желден қорғау мақсатында сөйтіп бұны өсірдім. Көріп тұрғаныңыздай қазіргі кезде дамып жатыр. Жапырақтарында әзірге ешқандай жеп ештеңе нәрсе жоқ. Барымша күніге дектарный салыммен күніге шашамын. Күніге болмаса да күн ара шашуға тырысамын, себебі барынша жапырақтарын қорғау мақсатында. Мысалы мына жерде жерге тиіп тұр. Ол жерге тиіп тұрғаны уже дұрыс емес. Сол арқылы неше түрлі бәлелердің барлығы осы жер арқылы мінеді. Сол себептен мен астына көтеріп байлаймын ба, барынша негізі жерге тимегені жақсы. Ар жағында да не өсіп тұр. Тек биыл осы кәдімгі орамжапырақтан гөрі осы түрлі түсті орамжапырақты өсіріп жатырмын. Және де менде тек әдемілік үшін өсіретін орамжапырақ бар. Сіздерге көрсетейін. Міне тек әдемілік үшін, яғни декоративный капуста. Тек бұл қыстың күні барлығымыз жаңағы гүлдеріміз қурап жатқан кезде осы орамжапырағымыз қар жауса да тұра береді. Бұның күтімі жаңағыдай орамжапырақ тәріздес, бұны да жейді, міндетті түрде жейді. Басқа күтім бұны да көшет арқылы отырғыздым. Ешқандай күтім қажет жоқ. Жаңағы тоже болғанда сауын шашамын. Бұның ерекшелігі, бұны тағамын көп қолданбайды. Бірақ бұл осылай өсіп ортасы қызыл болып гүл сияқты болып тұрады. Яғни жапырақтары гүл тәріздес болып тұрады. Міне көріп тұрсаңыздар, яғни тек ішіне шыға береді. Үлкен болып
өте күшті, бұл кәдімгідей гүл тәріздес, бірақ мынандай жапырақтар мындай қызғылт сізге көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па білмеймін. Қызғылт тәріздес, ортасы қызыл болып, жаны жасыл болып, өте әдемі болады. Қар жауғанша тұра береді, сол жері өте жақсы. Солай орам жапырақтың күтімі ешқандай жоқ. Және де егер сізде кәдімгі орам жапырақты екен болсаңыздар, онда міндетті түрде күнде емес, күн ара болсын, 2 күнде білет болсын, нашатыр спирті бар ғой, нашатыр спиртімен барынша жаңа орам жапырақтың ортасы шыққанға дейін шашып отырсаңыздар, жаңа құмырсқа қоңыздардың барлығы жоламайды, иісіне бола. Және ортасы шыққаннан кейін бастап жиіліп уже жайлата бастайсыз, себебі қанша дегенмен нашатырымыз адамға зиян болғандықтан кішкене жиілете бастайсыздар жайлап. Солай видеом ұнаса каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарға жауап берем. Сау болыңыздар.